әріптестер. Бүгін сіздерге Қазақстан Республикасының орталық музейінің музейлік сабақтары, білім беру бағдарламалары, квест ойындарына қысқаша тоқталып өтпекпін. Музей мамандары мен педагогтары бұл мектеп оқушыларына арнап музей экспозициясынан сонымен қатар еліміздің тарихи және мәдениетімен таныстыратын әртүрлі әдістемелік бағдарламалар, музейлік сабақтар, квест ойындарын ұйымдастырып көпшілікке ұсынады. Квест ойындар бұлар балалардың ойлау қабілетін дамыту, сонымен қатар көпшілікпен жұмыс жасау, тарихи жәдігерлерге деген қызығушылығын, музейлік квест ойындарының құрылымы балаларға өздігінен ізденуіне жол ашады, сонымен қатар тарихи мәдени жәдігерлермен танысуға деген қызығушылықтарын оятады. Мұндай саяхат барысында тек мектеп оқушылар ғана емес, үлкен ересек адамдар да қатыса алады. Біздің музей негізі 7 тұрақты зал музейде жұмыс істейді. Біздің музейде тек қана экспозициялық залдар бойынша ғана емес, түрлі іс-шаралар, көрмелер өтеді. Солардың аясында біз көптеген алдарыңызда көрсетілгендей музейлік білімі бағдарламалар, музей лифлеттер осылай әзірленіп балаларға ұсынамыз. Бүгін сіздердің назарларыңызға осындай бір сабағымның бір түрі, қазақша және орыс тілдерінде көптеген тақырыптармен мерекелерде әр зал бойынша біз көптеген осындай музейлік сабақтарды әзірлеп мектеп оқушыларымен жұмыс жасаймыз. Қазір енді сіздерге осы сабақтың екінші этнографиялық зал бойынша ұйымдастырылған дәстүрімізді дәріптейтін әжемнің сандығындағы заттардың тарихы атты музейлік сабақты сіздерге қысқаша көрсеткім келіп отыр. Қазір ең бірінші бұл жерде сабағымыздың басты мақсаты қазақ халқының материалдық мәдениетімен таныстыру. Сабақтың оның ішінде ең бірінші балаларға сандық дегеніміз не, соны түсіндіру. Балалар тек қана мысалға сандықтың бір-ақ түрін білуі мүмкін оқушылар. Сол себепті біз сандықтардың түр-түріне бөлінетін, өздеріңіз көріп отырғандай, сандықтар тек қана киім-кешекке, тамақ салуға, сонымен көптеген түрлері бар. Жағлан, асадал, кебеже, тағы да басқалары. Енді көпшілік сабағымыздың атының өзі қызық, әжемнің сандығындағы заттардың тарихы неге бұлай аталады, қызық. Сол себепті қазір сандығымызды ашып көрсетейік. Әжеміздің сандығында не сақталады деп балаларға көрсетеміз. Әжеміздің сандығында торсық. Бұл торсықты бәріміз білеміз. Қымыз, шұбат, сүт өнімдерін сақтайтын мал терісінен жасалған ыдыс түрін айтамыз. Әшекей бұйымдарға келсек, қазақтың зергерлік сәндік әшекей бұйымдарының бірі бұл шашбау. Шашбау бұл қыздардың шаштарының бұрымдарын ұштарына байланып, ерте заманда әртүрлі, сонымен қатар қыздың дене бітімдері тік, әдемі болу үшін осындай шашбаулар тағылған. Ерте заманда тағы да көптеген аңыздар бар. Бұл шашбау шашқа жүн шайтандардан сақтау үшін осындай шашбауды да байлап қыздарымыз әсемдік үшін пайдаланған екен. Келесі балаларға көрсететініміз бұл қазақ әйелдерінің зергерлік бұйымы бойтұмар деп аталады. Бұл бойтұмар дегеніміз әртүрлі тастармен өрнектеліп жасалған
бойтұмар түрлі бәле жаладан сақтау үшін осылай тағылады екен қыздарда. Тағы да бір әдемі экспонатымыздың түрі бұл қазан. Бұл не үшін? Қазақ ежелден қазанын қастерлеп өткен, аталарымыз көшіп қонған кезде қазан ошағын тастамайды екен. Өйткені қазақ үшін қазан ырыс пен ынтымақтың символы болып саналады. Қазақта шаңырақтан қара қазан кетсе, үйден ырыс кетеді деген нақыл сөздер бар екен. Тағы да әжеміздің сандығында мынандай қамшы бар екен. Бұл қамшыны барлығыңыз білетіндей, қамшы бұл баға жетпес ұлттық құндылықтарымыздың бірі. Әрбір шаңырақта, әрбір үйде бұл қамшы орын алады деп ойлаймын. Қамшының неше түрлі көп аңызға айтылған әңгімелері де бар. Мысалға, ауызбен, сөзбен жеткізе алмайтын сөздерді қамшы арқылы айтылады екен. Мысалға, құда түсіп барған қызға осы қамшыны барып төрге іліп кетеді екен. Егер жігіт жағы кешігіп болмаса, қыз жағы ойынан айнып жатса, бұл қамшыны өз егесіне қайтарған екен. Тағы да әжеміздің сандығына үңілсек, бұл жерде тағы не бар екен? Қалқан. Бұл қалқан дегеніміз қолға ұстап қолданылатын қорғаныс жарағы екен. Кезінде ата-бабаларымыз жаумен шапқыншылық кезінде осындай қорғаныс ретінде пайдаланған. Тағы да балалар мен жұмыс жасаған кезде әжемнің сандығында көп деген заттар бар, бірақ мен қысқаша ғана тоқталуға тырыстым, түсінікті болу үшін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.